Армыстар, құрметті көрермен, эфирде халық таңдауы. Және мен Сағыныш Әбіке. Бүгінгі біздің тақырыбымыз терең мәнге ие, адал еңбек, әділ қоғам. Бұл жай ғана әдемі сөз тіркесі емес, бұл еліміздің тұрақты дамуының, әлеуметтік тұрақтылықтың және әрбір азаматтың әл-ауқатының басты формуласы. Бүгінгі еңбек нарығындағы сын-қатерлер мен мүмкіндіктер туралы бізге еңбек ресурстарының дамыту орталығының президенті Ерасыл Жұманбаев егжей-тегжейлі айтып береді. Ерасыл мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн. Енді әуелі, бұрындары есіңізде болса, адам жұмыс қалған жағдайда мансап орталығына жүгінетін, қазір енді көптеген қызмет еңбек кезет деген барша азаматтарымызға белгілі порталға жүгіну арқылы қолжетімді болып келеді. Сол туралы айтсаңыз, енді ол мансап орталығы іс жүзінде шыны керек цифрлық форматқа көшіп жатыр. Бүгіндегі нәтижесі қандай, ол қарапайым адам үшін нені өзгерте алады? Сол туралы айтып кетсеңіз. Рахмет. Жалпы енді соңғы кезде әлеуметтік еңбек саласы күрделі өзгеруде, ол өздеріңізге белгілі. Биылғы жылы біз министрлік тарапынан президентіміздің тапсырмасына сәйкес жалпы әлеуметтік саладан нақты көмек көрсету, соның ішінде өзін азаматтарға жұмыс таңдау нәтижесі ретінде көрсетілген айқындалған болатын. Сондықтан енді бізде жалпы елімізде еңбек кезет платформасы қарқынды дамуда. Сонымен қатар өңірлерде мансап орталықтары жұмыс істейді. 2018 жылдан бері өздеріңізге мәлім. Жалпы республикамызда 200 мансап орталығы бар. Онда 4000-ға жуық қызметкерлер халыққа қызмет көрсетеді, жұмысқа жәрдемдесу тетіктері бойынша. Жалпы енді мынау биылғы жылы өздеріңіз білетініздей мемлекет басшысы елімізде цифрландыру жылы деп айқындаған болатын. Соған орай біз министрліктің тарапынан көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді біртіндеп электрондық форматқа ауыстырудамыз. Оның ішінде енді өзіңіз айтып өткендей, мансап орталықтары қазіргі таңда бізде 4 мемлекеттік қызмет көрсетеді. Ол жұмыссыздық бойынша тіркелу, жұмыс іздеу және де тағы да басқа мемлекеттік қолдау шаралары көзделген. Соның барлығын біз біртіндеп электрондық форматқа ауыстырудамыз. Бұл енді кезең-кезеңмен іске асырылатын жүйе. Жалпы енді бір мезетте мансап орталықтарын алып тастаймыз деп айтуға өте ерте. Сондықтан енді ол мансап орталықтардың біз тиімділігін арттырудамыз, жалпы министрлік тарапынан. Қазіргі таңда енді барлық әлемдік тәжірибеге сай жұмыссыздар жұмыс іздеу, жұмыссыз болып танылу үшін өзі жаңағы үйден шығып мансап орталықтарына жүгіну қажет. Ол енді әлемдік тәжірибе, сондықтан енді бізде мансап орталықтары әрі қарай да іске асырылады, бірақ жалпы мынау мемлекеттік қызметтер түрі автоматтандырылады. Сондықтан енді бізде әртүрлі жоба биыл қолға алынған. Соның бірі цифрлық жұмыспен қамту жобасы. Қысқаша айтып өтетін болсақ, цифрлық жұмыспен қамту жобасы ол бізде қазіргі таңда Павлодар облысында пилоттық жобадан өтуде. Нәтижесінде 39 000 жаңағы жұмыссыздарға хабарлама жібергеннің нәтижесінде бүгінгі таңда 1000-ға жуық азамат бізде жұмыспен қамтылды. Ол енді біз өзімізге енді эксперттер тарапынан, сарапшылар тарапынан өте оң нәтиже. Ол бір аймақ бойынша, тек қана бір Павлодар облысы ғана бойынша. Жақында үкімет отырысында біздің министр осы бойынша нақты баяндама жасаған болатын. Осы себепте енді оның негізгі көрсеткіштерін айтып өтетін болсам, мысалы енді бізде бір себептерден жұмыссыздар мысалы мансап орталығына келмейді. Азаматтар бар. Оның ішінде енді өздеріңіз білесіздер, жастар. Мысалы, бірақ жастардың барлығы жаңағы телефон арқылы, интернет жүйесі арқылы өте жаңағы дағдылары жақсы дамыған. Соның бірі енді біз соны бәрін зерделеп келе, жаңағы цифрландыру жұмыспен қамту жобасын әзірледік. Бұнда енді ең бірінші жаңағы өзекті мәселе бұл енді бізде барлық базадағы вакансиялар бойынша әрбір азаматқа жаңағындай арнайы SMS жолданады. Мысалы, құрметті
азамат сізге өзіңіздің жаңағы тәжірибеңізге байланысты, біліктілігіңізге байланысты, оқуыңыз болса жаңағы дипломыңызға байланысты осындай мекемелерде мынандай вакансиялар жарияланған деп. Соны азамат бір мезетте басу арқылы жаңағы вакансияны қарай алады, таңдай алады әрине. Оған қоса бізде мына енді қазіргі кезде тренд қой, жалпы жасанды интеллект бойынша консультант болады. Әрбір оның сұрағына жауап береді. Ол онлайн? Онлайн түрде, міндетті түрде. Сондықтан бұл жұмыс енді проактивті түрде біздің жаңағы жұмыссыз қалған азаматтарға көмектеседі деп үміттенеміз, әрине. Жақсы. Енді біз жаңағы цифрландыру деп жатырық қой, енді осының аясында субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыруда, енді сараланған тәсілді енгізу туралы айтып берсеңіз, халық біле берсін. Жалпы бұл процесті енді цифрландырудың бір арқасында не өзгерді деп айта аласыз? Әрине бұл өзекті мәселе. Бізде жалпы енді мынау әлеуметтік кодекске сәйкес мемлекеттік жұмыс беру тетіктері әзірленген. Оның ішінде енді әлеуметтік жұмыс орындары, мынау қоғамдық жұмыс орындары, жастар практикасы деген бағдарлама бар. Халқымыздың арасында өте кең таралған жобалар. Биылғы жылдан бастап біз енді жалпы мынау айтып отырмыз ғой, цифрландыру жүйесі өте қарқынды Қазақстанда дамып келеді. Соның арқасында енді бізде барлық ақпарат жаңағы жұмыс іздеуші мен жаңағы жұмыс берушінің арасындағы барлық ақпараттың барлығы цифрландырылған. Соның арқасында енді біз енді қазіргі таңда нақты жұмыс құру үшін бізге енді азаматтарымыз жалақыға тәуелді болмау үшін сапасын арттырудамыз. Әртүрлі жеке кәсіпкерлер мансап орталықтарына хабарласады. Мысалы, тек қана кәсібі белгіленген, бірақ азаматтары жоқ. Оны нақтылау үшін біз жаңағы базалар арқылы қараймыз. Жаңағы біріншіден еңбек шарты болу керек. Сосын әлеуметтік жарналарын міндетті түрде жаңағы азаматқа аудару керек. Сол жүйелерді саралау арқылы біз жаңағы әлеуметтік жұмыс орындарын қысқаша айтқанда жалпы жаңағы сапасын арттырудамыз. Өйткені енді ол тек санымен ғана ұлғаймау керек. Бізге енді сапасы жаңағы жіберген азаматымыз бойынша әлеуметтік жарнасы бірінші түрде болу керек. Сонымен қатар жаңағы енді жұмыс істейтін орында міндетті түрде еңбек шарты болу керек. Осы екі мәзет бойынша біз жаңағы жұмыстарды жалпы енді күшейтудеміз деуге болады. Жақсы, енді тағы бір қызықты жоба бар екен, Ерасыл мырза, ол мынау жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шаралары туралы. Енді бұл ретте енді бұл жоба нені білдіреді? Енді көрермен қауымға ұғынықты болсын, кеңінен айтып кетсеңіз. Жалпы енді цифраға келетін болсақ, сандарға келетін болсақ, жыл басынан бері біздің жаңағы еңбек KZ порталға 635 мыңнан астам жәбірленуші тіркелген. Жаңағы жәбірленуші дегеніміз, жаңағы бізді жұмыспен қамту саласы бойынша іздеушілер, азаматтарымыз. Сонымен қатар, оған қарама-қарсы бізде 549 мыңдай жаңағы жұмыс берушілерден вакансиялар тіркелген. Соны енді нәтижесінде биыл енді тек қана еңбек KZ порталы арқылы 102 мың азаматты біз жұмыспен қамтыдық. Соны енді бір жылда дейсіз ғой, осы 7 айдың ішінде жаңағы жалпы сандарымыз, көрсеткіштеріміз сондай. Енді оның барлығы енді эксперттердің болжамы бойынша жыл соңына дейін енді жалпы жұмыспен қамту жаңағы көрсеткіштері ұлғая түседі. Демек, жәрдемдесу шаралары деген осы, Осы. Жан-жақтан қарап, өздері саралап, таңдап береді. Әрине, бірінші кезекте енді бізде жұмыспен қамту, жаңа айтып өттім ғой. Оның үстінде енді министрліктің қазіргі таңда қойып жатқан талаптардың бірі жұмыс орын сапасын арттыру. Ол тек қана маусымдық болмау керек, 1-2 ай болмау керек, немесе апталық болмау керек. Жалпы әлеуметтік тұрақтылық, сапалық, сосын әлеуметтік жағынан міндетті түрде, қауіпсіздік міндетті түрде болу керек. Түсінікті. Осы ретте біз HR еңбек порталы, ол пайдаланушыларға еңбек қатынастары туралы мәліметтерді өзекті күйде жүргізуге қалай көмектеседі? Енді жаңа айтып өткенде жалпы мынау цифрландырудың арқасында сандарға келетін болсақ,
HR еңбек порталында мынау сіздің өзіміздің еңбек шарттарымыз бойынша 6,5 миллионнан астам жұмыскерлердің еңбек шарттары тіркелген. Бұл енді қазіргі таңда бізде жалпы жұмыспен қамтылғандардың саны 7,3 миллионға келетін болсақ, жалпы жақсы көрсеткіш деп айтуға болады. Бірақ енді әрине ішінде өзектілігіне байланысты, мынау сапасына байланысты бізде жұмыстар атқарылудамыз. Еңбек инспекциясымен бірге ең басты бізде жаңағы еңбек кодексіне сәйкес қойылатын талап, бұл жұмыс беруші мен жұмыс істеушінің арасында еңбек шарты болу керек. Өйткені ол еңбек шарты бізде жаңағындай әлеуметтік жарнасын, оның жаңағы мысалы заңмен белгіленген құжат. Әрине, еңбек демалысына да шығуына себеп болатын бір құжаттардың бірі. Сондықтан қазіргі таңда бізде ол талаптардың ең бірінші талап ол бізде еңбек қатынастарының арасында шарт болу керек. Сол жүйеде бізде HR еңбек жүйесінде жалпы барлық жұмыс берушілер тіркелген, HR қызметкерлері жұмыс атқарады, максималды түрде барлық көрсеткіштер цифрландырылған. Келешекте бізде жалпы мынау еңбек кітапшаларында цифрландыру жоспарлануда еңбек министрлігі тарапынан. Мынау енді құжат айналымын кәсіпорындағы өте минимизировать етеді. Сондықтан жүйеге келтіреді деп айтуға болады. Жалпы HR порталы мысалы айтқанда мынау ең біріншіден бұл біздің жұмысшылардың құқығын қорғау керек. Енді осы ретте мына бір нақыл сөздерді есімізге түсірсек болады. Жалпы президентіміздің мына әділетті қоғамға шыншыл сөз кітабында айтты ғой, біз бәріміз халық ретінде ең алдымен еңбекқор болуымыз керек. Сосын мынадай бір қағидаттар бар екен: кәсібилік, адалдық және қарапайымдылық дейді. Ол біздің басты қағидаттарымыз болу керек дейді. Енді осы ретте осы қағидаттарды ұстанып келесіздер ме? Жалпы азаматтарымыздың бұл тұрғыда жаңағы пікірі, ойы қандай? Әрине, енді бізде әрбір мынау мемлекеттік іс-шараны салыстырмалы түрде айтатын болсақ, жылдан жылға жалпы мынау халқымыздың жұмыс жасайтын азаматтардың мынау еңбек заңнамасына деген біліктілігі артуда, міндетті түрде. Өйткені ол енді өзіміз білеміз, қазіргі бірінші орында тұратын ол енді жалпы әр жанұяның бірінші рөлде ол жалақы арқылы, жаңағы таза еңбек ету арқылы, мысалы қоғамға пайда келтіру арқылы өзін әрі қарай дағдыларын жетілдіру ол бірінші орында енді. Дағдысын жетілдірген азамат, мен ойлаймын, қазіргі таңда елімізде жұмыссыз қалмайды деп айтуға болады. Дағдысын деп сіз жаңа құқықтық сауаттылықты жалпы... Бірінші рөлде ол құқықтық сауаттылығы, екінші рөлде жаңағы қандай мысалы біліктілігі бар ол азаматтың. Мысалы енді қазіргі мынау ұлттық біліктілік жүйесі бойынша президентіміз 2023 жылы заң қабылдаған болатын. Бұл заңның ең бір орысша айтқанда фишкасы, мынау егер азамат жаңағындай бір біліктілік өзінде жаңағы тәрбиесіне сай білікті азамат, бірақ оның дипломы жоқ болса, оны мынау сертификаттау орталықтары арқылы өзін жаңағындай барып, жаңағындай дәнекерлеуші болсын, құрылысшы болсын, өзін мынау дағдысын айқындауға болады осы заң арқылы. Онда енді диплом... Немесе қосымша білім алуға болады. Сертификат арқылы өзінің дағдысын айқындап, жұмысқа тұру мүмкіндігі бар. Ол да бір шектелмейді дейсіз ғой, жаңағы құжаты, дипломы жоқ деп. Жақсы, біз енді жалпы цифровизация, жасанды интеллект туралы айтып жатырық қой енді жаңа әңгіме барысында. Енді бұл жасанды интеллект мемлекеттік еңбек инспекторларына қалай көмектесе алады? Енді нақты қандай функция атқарылады деген қай жағынан? Өте орынды сұрақ. Енді қазір мемлекетте жалпы енді өнеркәсіп саласында жазатайым оқиғалар кездесіп тұрады. Оны енді айтып өту қажет. Бірақ енді соның ең бірінші жаңағы біздің министрліктің, мынау біздің қоғамның бірінші жаңағы басты мақсаттарымыздың бірі алдын алу сондай жазатайым оқиғаларды. Оны біз қалай жасаймыз? Әрине, жаңағы кез келген кәсіпорынның алдындағы мысалы сондай жазатайым оқиғалар тіркелген болса, қаншама құжаттарын қарап, жаңағы оны зерделеп, мысалы енді
бір жаңағы әлеуметтік көрсеткіштері төмен болып келе жатып, соның жаңағы әрбір 90 сайын зерделенеді. Соның нәтижесінде мысалы біз алдын ала болжам жасай аламыз. Сол болжам арқылы мынау еңбек инспекторлары өзі жаңағы өңіріндегі кәсіпорындарын бақылап отырады. Сол бақылау арқылы жаңағы алдын ала жұмыс берушімен жұмыс жасап, оған уведомление дейміз ғой, уведомление тіркеліп, сонымен қатар енді ол мысалы шахталарда қиын жаңағы жұмыс орындарында біздің жаңағы жұмыс берушілер ай сайынғы, 90 сайынғы, жыл сайынғы жаңағы жұмыс орнын зерделеу қажет. Қауіп-қатердің алдын алу, сигналдарды беру, осының бәрі жасанды интеллект арқылы. Осының барлығы енді келесі жылдан бастап 100% жаңағы жасанды интеллект арқылы жасалынатын болады. Қазіргі таңда енді заңнама, еңбек заңнамасы ретінде барлығы айқындалған, оны міндетті түрде айтып өту қажет. Енді іске қосылады. Іске қосылатын болады. Жақсы, енді бүгінде жасанды интеллект атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау кезінде де көмектеседі деп біз өзіміз жаңалықтар басында айтып жаттық. Енді бұл бір игі шара деп ойлаймын. Енді бұл іс жүзінде қалай жұмыс істейді, соған тоқталсаңыз? Жалпы атаулы әлеуметтік көмек бойынша енді салыстырылмалы түрде айтсам, осы кезге дейін алдыңғы жылы атаулы әлеуметтік көмекті жаңағы комиссия тағайындайтын болды. Ол комиссия кәдімгідей жиналады, бүкіл құжаттарын жаңағы отбасы бойынша қарайды, қолмен қарайды, жаңағы кейбір құжаттары бойынша арнайы жаңағындай сұраныс жібереді. Оның барлығы ең біріншіден уақыт, екіншіден жаңағындай айтатын болсақ, тұрақсыз дүниелер жаңағы іске асырылады. Енді бұлай айтқанда енді жаңағындай дұрыс емес тағайындаулар. Бір қате деліге, әрине, оқулықтар көбейеді, соны жаңағы сосын азаматтар арасында дұрыс жаңағы түсінбеушіліктер туындайды. Сондықтан енді осының барлығын зерделей келе, әрине енді мынау цифрландырудың арқасында бізде жаңағы компьютерлік көру деген бағдарлама әзірледік. Ол енді барлық құжаттарды электрондық түрде өзі оқиды. Өзі қарайды, өзі сараптайды, өзі зерттейді. Комиссияның енді бір 15% жұмысын әрине қазір қалдырдық. Ол комиссия барып жаңағындай отбасының тұрмыс жағдайын фотоға түсіру арқылы, FSM Social деген бізде жаңағы бағдарлама арқылы, телефондағы приложение арқылы фотоға түсіреді, фотоны жаңағы сілтеме арқылы жүктейді. Оны орталық біздің жасанды интеллект зерделеу арқылы фотоны компьютерлік жүріп, оны нақты жанұя мұқтаж ба, мұқтаж емес па екенін анықтайды. Ол енді бізде 70% жұмысты өзектендіреді, міндетті түрде. Және де сол мынау енді қолма-қол азаматтардың жаңағы шешім қабылдауына жол бермейді. Жалпы негізі жасанды интеллектті осындай әр салаға елімізде енгізудің де басты мақсаты сол ғой. Барынша еңбекті адалдыққа алып келу, кәсіби тұрғыда және тездету, әрине, жеделдету, жалпы процесті оңтайландыру деп айтсақ болады. Және әділетті түрде тағайындау. Ешбір жаңағыдай бір көтірқы бір әрекеттердің алдын алу деп айтсақ болады. Жақсы, мынау енді цифрландыру азаматтарды енді қолдау жүйесі мен әлеуметтік еңбек саласындағы қызметтерді алу тәртібіне келсек, ол қалай өзгертеді осы цифрландыру жүйесі? Жалпы енді қазіргі таңда біздің жаңағы әлеуметтік еңбек саласында 43 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Оның ішінде жалпы енді бізде проактивті түрде қазіргі таңда 13 тағайындалады. Проактивті түрде дегеніміз ол енді мысалы жанұяда нәресте дүниеге келетін болса, сізге SMS 14-14 SMS келеді. Бірден келеді, бірден келеді. Сол арқылы сіз растау арқылы жаңағы төлемге сізге төлемдер тағайындалады. Жаңағы баланы күту бойынша 1,5. Ол мен айтып отырғаным мысал ретінде жаңағы бір әлеуметтік бір ғана мысал. Сол арқылы бізде енді күнделікті жұмыстар жасалуда. Жалпы мынау жасанды интеллект бізде мынау өте жұмысымызды ілгерілетуде. Өйткені енді әрі қарай мемлекеттік барлық қолдау түрлерін жалпы жасанды интеллект арқылы автоматты түрде, проактивті түрде жасау бізде
міндетті түрде бірінші жалпы мына орында. жәрдемақыға қатысты сұрақтар көп туындайды ғой. Мысалға Әрине. осындай бір жобалар сіздерде немесе осындай бір жүйелер, қосымшалар енгізілген кезде оны бірден халық біле бермейді. Ол мысалы кезең-кезеңмен әйтеуір жүзеге асырылып жатады немесе енгізіліп жатады. Көбісі хабарсыз. Енді осы ретте жаңағы ана деп қалдыңыз ғой, мысалы жастар аналар көбінесе жәрдемақыны күтетін. Мен есімде бір-бірінен сұрайды тіпті халық арасында пікірлер көп қой әлеуметтік желіде. Саған қашан түсті деген сияқты. Енді сөзіңізге сенетін болсақ, ол бірден аударылатын сияқты. Тек қана ол жаңағы бірден есімін беріп, куәлігін ғана тіркеу процесі емес. Мен жалпы мынау жәрдемақының аударылуының өзі оңтайландырылғаны, жеделдетілгенін айтқым келіп отыр да. Демек, ол анаға да мынау әлеуметтік тұрғыдан үлкен қолдау, өйткені ол күтпейді. Келесі айдың аяғын немесе бір белгілі бір датаны ол бірден сол босанғаннан кейін өзін жаңағыда жайлы сезіну үшін, өзін өзі қамтамасыз ету үшін, жаңағы кішкентай сәбиіне қажетті құралдарын алу үшін де бірден, мысалы, ол өте жедел жүзеге асты деп ойлаймын мен. Өйткені дәл осы жағдай мысалы 5 жыл бұрын болған жоқ, қарап отырсаңыз. Сондықтан өзге де салаларға осылай жеделдетіп енгізілуде дейсіз ғой. Жақсы, бізден дәл қазір Ерасыл мырза студиямызға хабарласып отқан көрерменіміз бар екен, соны тыңдап алсақ. Иә, тыңдап отырмыз. Қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Менің естуімше еңбек платформасында онлайн курстарды өтуге болады. Сол қандай бағыттарда қалай тіркелсек болады деген сұрақ қойғым келіп отыр. Сұрақ түсінікті ғой, есіміңіз кім болады, қай қала? Әсел, есімім Астана қаласынан боламын. Әсел ханым, рахмет. Жалпы енді өзекті сұрақ. Қазір мынау еңбек платформасының аясында Skills еңбек деген платформа әзірлеген болатынбыз. Қазіргі таңда мынау онлайн курстар енді барлық тек қана біздің мемлекетімізде емес, жалпы халықаралық деңгейде үдерісі жаңартылуда. Соған қарамастан енді бізде өзіміздің жаңағы платформаны әзірлеген болатынбыз. Мұнда енді жалпы 550-ден астам курстар бар. Қазақ және мемлекеттік және орыс тілдерінде сабақ алынады. Кейбір курстар ағылшын тілінде де курстар бар. Skills еңбек .kz порталы арқылы. Онда енді мемлекеттік жаңағы мемлекеттік жүйедегі сертификат алынады оқу аяқтағаннан кейін. Және де біздің курстарда аяқтаған азамат жаңағы оның сертификаттары біздің жұмыс берушілермен айқындалған. Өйткені енді өзіңіз білесіз, қазір енді курстарды әрбір жерде алуға болады, үйретеді. Бірақ енді біздікі тексерілген. Жалпы бізде курстарды орналастыру мүлдем тегін. Бізде жаңағы енді қазір қатты қарым-қатынас мынау университеттермен, колледждермен тығыз байланыста жұмыс атқарудамыз. Өйткені олардың жаңағы жалпы 1-2 айға дейін курстары біздің платформада орналастырылуда. Мысалы айтатын болсақ, жаңағы біз дәнекерлеуші білім беру бағдарламасы бойынша бір курсты оқытып, жаңағы Skills арқылы өтіп, содан барып жаңағы колледжіне сертификатын көрсететін болса, жаңағы оның оқу бағдарламасы кезінде оқыған Skills'ы оны саналатын болады. Жарамды болып саналады. Әсел ханым, сұрағыңызға рахмет. Мына жауап осында. Енді соңғы сұрағымыз болса, мына мүгедектігі бар адамдарға көрсетілетін қызметтерді цифрландыру қалай дамып келеді? Сол туралы қысқаша айтсаңыз. Демек, жаңағы органдарға бармай-ақ жаңағы көмек алуға мүмкіндік бар ма деген ғой. Жалпы енді біз енді жаңағы атқарылып жатқан жұмыстарға сәйкес, бұл бізде әрине приоритеттік түрде жүзеге асырылуда. Қазіргі таңда біз енді пилоттық жоба іске асырылдық. Бірінші жаңағы мүгедектігі бар азаматтардың арасында категориясына сәйкес, үшінші категория, екінші, бірінші категория қылып бөлінеді ғой. Соның ішінде енді үшінші категория бойынша саралап көрдік. Жалпы мынау еңбек министрлігі мен денсаулық министрлігі арасында жаңағы жол карта бар. Жылдың соңына дейін жаңағы медициналық көрсеткіштер бойынша 31-ші форма бар. Соны жалпы түрде біз цифрландыру арқылы мүгедектігіне бар азаматтар кнопка арқылы мысалы ұсыныс беру мүмкін. Соны енді біз жаңағындай құжаттарды саралап келіп, алдыңғы жаңағы медициналық анықтамаларын бәрін оқып, әрине жаңағы компьютерлік көру арқылы. Соны біз жаңағы алдын ала шешім қабылдау мүмкіндігі туындап отыр қазіргі таңда. Енді мен ойлаймын, жылдың соңына дейін бір жақсы нәтижеге қол жеткіземіз. Жалпы
бұл бізде енді приоритеттің бірі. Бұл да цифрландыру аясында Әрине. жеңілдеп жатыр дейсіз ғой. Әрине. Жақсы, Ерасыл Темірбекұлы, тұшымды жауаптарыңызға рахмет, студиямызға арнайы келіп, уақыт бөліп жатсыз. Көп-көп рахмет. Құрметті көрермен, біздің студиямыздың бүгінгі қонағы еңбек ресурстарын дамыту орталық ұйымының президенті Ерасыл Жұманбаев болатын. Ал жалпы адал еңбек ұғымы осы біздің ұлттық кодымызда, менталитетімізде ерекше орын алады. Мемлекет басшысы айтқандай, халқы жасампаз, отаншыл және еңбекқор ел ғана толағай табысқа жетері анық. Бұл нақыл сөз тек қана моральдық бір этикалық норма ғана емес, ол экономикалық тиімділіктің де кепілі. Аман сау болыңыздар.